Жамбыл облысы әкімінің қолдауымен облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының ұйымдастыруымен өтетін елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру, ұлы даланың 7 қыры атты мақалаларын ілгерілету, жастар жылына орай шығармашыл жастарға қолдау көрсету мақсатында келесі өнер додаларына қатысуға шақырамыз. Ықылас Дүкенұлы атындағы облыстық жезкиік қобызшылар конкурсы. Бірінші кезең аудандық мәдениет үйлерінде. 1 ақпан сағат 14:00-де. Екінші кезең Баласағұн орталық концерт залында. 15 наурыз сағат 11:00-де. Облыстық жаңарған Жамбылым эстрадалық әншілер конкурсы. Бірінші кезең аудандық мәдениет үйлерінде. 25 ақпан сағат 14:00-де. Екінші кезең Баласағұн орталық концерт залында. 12 сәуір сағат 11:00-де. Кенен Әзірбаев атындағы 9 республикалық шырқа даусым дәстүрлі әншілер конкурсы. Бірінші кезең аудандық мәдениет үйлерінде. 28 наурыз сағат 14:00-де. Екінші кезең Баласағұн орталық концерт залында. 1 сәуір сағат 11:00-де. Үшінші кезең Баласағұн орталық концерт залында. 25-26 сәуір сағат 11:00-де. Облыстық би керуені хореографиялық ансамбльдер конкурсы. Бірінші кезең аудандық мәдениет үйлерінде. 3 мамыр сағат 14:00-де. Екінші кезең Баласағұн орталық концерт залында. 17 мамыр сағат 11:00-де. 1 республикалық көне тарас күмбірі этнофольклорлық ансамбльдер конкурсы. Бірінші кезең Баласағұн орталық концерт залында. 28 ақпан сағат 10:00-де. Екінші кезең 29-30 маусым сағат 10:00-де. 1 республикалық көне тарас күмбірі этнофольклорлық ансамбльдер конкурсының гала-концертінің аясында өтетін ұлттық домбыра күнін ұлықтау. 1 шілде сағат 19:00-де. 1 облыстық Талас толқындары музыкалық өнер фестивалінің қорытынды гала-концерті 12-13 қыркүйек сағат 19:00-де. Өнеріңді шыңдап, шеберлігіңді арттырып, үздіктер қатарына қосыл. Өнер керуеніне қош келіңіздер.